Саламатсыздар ма? Менің есімім Адина. Және бүгін ол адамның сізге деген ойы қандай? Өз варианттарыңызды таңдайсыздар. Так, 3 вариант болады. Қазір көрейін. 3 вариант қылайын ба, әлде 4 вариант қылайын ба? Жай 4-те болсын. Бірінші вариант, екінші вариант, үшінші вариант, төртінші вариант. Адамның интуициясы 1-2-3 секунд қана. Сондықтан да сұрағыңызды ішіңізден қойыңыз, сол адамды елестетіңіз. Сол адамның түрін, сипатын, қандай, ол адам сізге деген көзқарасы қандай, соны барлығын елестетіп, қай карта сізге қарайды, сол картаны таңдаңыз. Таңдап болсаңыздар, паузаға қойып таңдасаңыздар да болады. Так, бірінші вариант. Так, бұл жерде адам дәл қазіргі уақытта өзін қай жерде, қалай өз-өзіне шатасып жүрген адам. Может быть, ақшадан да қиыншылық болып жатуы мүмкін ол адамда. Сізге деген ойы. Так, не дейді екен. Сізге деген ойы. Бұл кісі бұрынғы отношение бұл. Себебі барлығы біткен. Только бұрынғының андай воспоминание деген болады ғой. Сол нәрсемен өмір сүріп жатыр. Барлық нәрсе бітті, барлық нәрсе новыйдан мен басқа өмір бастаймын. Алға қарай жылжиым деп жаңағы. Сізге деген бұл отношениедағы ойы. Мен барлығын бітірдім бұл отношениеде, енді мен алға қарауым керек деген оймен қазіргі таңда өмір сүріп жатыр. Мүмкін кеше ғана біткен отношение болуы мүмкін. Болмаса бұл неше айдан бергі бітіп қалған отношение. Бұл адам өзі кетуі мүмкін бұл отношениеден. Болмаса арада түсініспеушіліктер болғаннан кейін жаңағыдай мені ешкім түсінбейді бұл отношениеде, мен не үшін жүрмін деген сияқты ой болуы мүмкін бұл адамда ше. Сондықтан да кетіп қалуы мүмкін бұл отношениеден. Әрине де үшінші адамның бұл жерде болуы мүмкін. Үшінші адам дегенде сіздердің араларыңызға түскен адам болуы мүмкін. Және де сіздердің араларыңызда бір түсініспеушілікті орнатқан бір адам болуы да мүмкін бұл отношениеде. Тағы не айтады екен? Картамыз. Ол кісі иллюзияда жүр. Және де ол кісі қазіргі ойы сізге деген өте суық бұл қыз. Болмаса, бұл адам неге маған суып кетті, қазір андай барлығын разумен, андай оймен шешетін қыз ретінде көруі мүмкін сізді. Бұл расклад негізі қыз балалар көрсе жігіттеріне. Ол жігіт сіз жайлы солай ойлайды. Только жұмыс, только учеба деген сияқты. Сондай мен жүріп оқу деп жүрген адам ол қыз деп көреді да. Өте суық көреді. Маған уже суып кеткен, маған деген мүмкін сезімі жоқ шығар уже деп көреді. Қазіргі уақытта міне көріп тұрғандарыңыздай андай болады ғой кейде адамдарда еш нәрсе істегісі келмейді, жата бергісі келеді кейде адамдар ше, бір
алға цель бар, алға бір нәрсе қойғысы келеді, там бір нәрсе жеткісі келеді, бірақ өте келіп кететін ойлар да ол адамда ше. Және де ол адамның қазіргі жағдайы не очень, қалай айтсам болады енді, ондай күшті емес, потому что жұмыс істесем, жұмыс тапсам там деп жүр. Мүмкін қазіргі уақытта сізде бір сөйлесіп жүрген жігіттер болуы мүмкін. Екі жігіттің арасында сіз таңдауға түсіп жатыр екенсіз дәл қазір уақытта. Қалай не қылсам болады деген сияқты. Мына отношениені сіз жіберіп жатсыз, бірақ бәрібір де енді воспоминание деген адамдарда болады ғой, бәрібір ол нәрсені бірден ұмыта алмаймыз біз, иә. Сол үшін де кейде сіздің ойыңызға былай түседі да, енді я жақсы болып еді сол отношение, сол нәрселер, сол воспоминание мені кейде бір қинайды деген сияқты енді адамдарда ой болады ғой, неше түрлі ой болады ғой біздің ойымызда ше. Енді дәл қазір уақытта сізде бір екі еркек келе жатыр, или сіздің өміріңізде уже осы екі еркек бар, және де сізде бір таңдау болып тұр да бұл жерде. Міне, сіз таңдай алмай жатсыз, ешнәрсе көріп тұрған жоқсыз. Сіз ше, ол адамдар сіздің алдыңызға келіп тұрса да, сіз возможность көрмейсіз ешқандай да. Мүмкін мен бір нәрсе құрайым уже, может мен бір нәрсе бастап кетем деген ой жоқ та, өйткені сіз уже отношениелерге жабылып қалғансыз десек те болады. Қазіргі состояние. Ох ты, алда өте жақсы жаңалықтар күтуге болады сізге, өйткені сізге алдыңызда үлкен возможностьтар, новый нәрселер келе жатыр, және де сіз оны өте жақсы не алып шығасыз, өйткені сіз өте бір мықты әйел екенсіз да. Қыз бала мүмкін іште отырған, я қарап отырған, өте мықты екенсіз. Любой нәрсені шешуге тырысасыз, және де тез шешесіз. Өйткені сізде ешкім байқамайтын сіздің ішіңізде бір энергия бар да, өте күшті энергия бар сіздің ішіңізде. Ол нәрсе болғанмен де сізден бір ойлар болады да, мазалайды да ойлар. Мүмкін өзіңіз былай құрастырып алғансыз да ойыңызға ше. Қалай десем болады. Менде барлығы кейде болады ғой, адамдар ойынан құрастырып алады да, жоқ қиыншылықты, жоқ нәрсені біз накручивать етеді дейді ғой, былайынша айтқанда, ойымызға барлық нелерді құрып аламыз да. Сөйтіп сол оймен қиналып жүреміз, өзіміз жасап ше. Сөйтіп өзімізді андай состояние түсіреміз да. Барлығы қиын, мен ешнәрсе көрмеймін, маған бір ойлау керек, шамалы демалуым керек, мен бұл нәрседен шығуым керек деген сияқты ше. Вот сондай нәрселер болуы мүмкін сізде. Былай қарап тұрсақ карталарға, ол отношениені тезірек жібергеніңіз дұрыс. Осы бірінші вариантты айтатын болсам, және де алға қарай жылжыңыз. Сізді көп мүмкіндіктер күтіп тұр, жаңа таныстықтар күтіп тұр, сондықтан да барлығы күшті бұл вариантта. Жарайды, бірінші вариантты алып қойық. Екінші вариант не дейді? Ух ты, такие эмоции. Бірінші вариант рахмет, және де екінші вариантқа көшсек. Қазір бір тазалап жүрейін картаны. Бірінші энергияның несі кетсін. Мен барлығын эмоция дәл қазіргі уақытта маған не айтып жатыр, мен соны айтамын. Картада нені көремін, соны айтамын. Сол үшін де кейде адамдар вариантты дұрыс таңдамай жатады. Таңдаған варианттарыңызға өздеріңіз сенімді болсаңыздар, сол кезде сізге деген керек нәрсе, керек информацияны ала аласыздар. Так, түсіп тұр ғой. Екінші вариантта, былай айтайын, сіздің жағдайыңызға келгенде, үлкен эмоция өте көп, және де бір барлық жағдайға біз эмоциямен қараймыз, через край прям эмоциялар.
Бұл жерде жігіт өте эмоциональный, қыз да эмоциональный, жігіт те эмоциональный, және де бір шешімге келулеріңіз өте қиын. Мысалға, сіз басқа бір нәрсе айтасыз, ол бір басқа нәрсе айтады, бірақ екеуіңіз де эмоция арқылы эмоция қосасыздар да еш нәрсе шеше алмай қаласыздар ше, көбіне. Сол үшін де мен айтар едім, шамалы разумды да бүйтіп ойға салып та сараптаған дұрыс кей жағдайларда. Мысалға, былай айтқанда, бұл жерде жігіт өте жас, және де өзін кішкентай балалар сияқты кейде ұстайды. Сізге көп нәрсе предлагать ете алмайды. Өйткені сіз шамалы оған қарағанда более андай зрелый дейді ғой, қалай десек болады. Өзіңізді үлкен адамдарша, жаңағы проблемаларды үлкен адамдарша шешуге тырысасыз да оған қарағанда. Ал ол сізге шамалы, жаңа қалай айтсақ болады, әйел адам мысалы королева болса, ол просто принц та. Принцтер королеваға көп нәрсе бере алмайды ғой. Өйткені королева уже достаточная да, өз-өзіне көп нәрсесі жетеді. И және де сізге более зрелый жігіт керек негізінде. Себебі сіз уже материалдық жағдайы болсын барлығына былай қарайсыз да, ашығын айтқанда. Себебі сізге еркек адам только эмоциямен ғана емес, сізге былайынша іспен дәлелдеу керек. Только сөзбен емес, только анандай мен сені күйем сүйем деген емес. Сізге мә саған деп сіздің алдыңызға бір нәрселер әкеліп, бір үлкен поступкалар жасау керек. Вот сізге. Ол жігіт өмірі тырысады негізі. Бір нәрсе жасауға, мен көңілінен шығайын деген сияқты. Сіз оған как звездасыз да, бір жұлдыздар болады ғой, аспанда қол жетімсіз. Вот сіз оған сондай көрінесіз. Себебі сіз более төбеде тұрсыз да оған қарағанда ше. Ол өйткені ол король болу керек. Ол принцтан өсу керек корольдікке. Соған ол жетем дегенше көп жылдар керек болуы да мүмкін. Сол үшін де ол сізді как звезда ретінде көреді, сізге тырысады, сізге жетуге Сол үшін де бірақ сізбен бір семья құрғысы келіп, армандап, біз екеуміз қосылсақ күшті семья шығатын сияқты, өйткені өте сондай әйел болатындай қыз деп сізді көреді екен. Сізді болашаққа солай жоспарлайды екен негізінде. Бірақ бұл отношение жайдан жайына келмеген сізге, себебі бұл уже мындайға жазылған тағдырлар болады ғой. Сол адаммен кездесу керексің осы өмірде, бір-бірлеріне урок берулерің керексіңдер деген отношениялар болады кейде. Бұл отношение сондай. И және де мынау бұл отношение бірден құрылмайды. Себебі бұл жерде екі адамның да жұмысы керек, өз-өздеріне деген жұмысы, отношениеге үлкен бір өздерінің бір бөлігін беру керек. Сол кезде ғана бұл отношение үлкен күшті семья болуы мүмкін болашақта ше. Күшті семья шығуы мүмкін. Бірақ да бұл болезненный дейді ғой, бір қиын болып кетуі мүмкін да кейде ше. Бір-бірлеріне төзу мүмкін емес сияқты вообще. Ол это нормально, өйткені отношение ешқашан тезірек бірден құрыла кетпейді. Әрқашанда екі жақтың да шешімі керек. Және де сіз дәл қазір уақытта өзіңізді таппай жүр екенсіз. Не істесем болады, не қылсам болады деп ойлануға кетіпсіз. Шамалы ойланайын, ары қарай не істесем болады, шамалы өміріңізге бір сараптама жүргізіп жатыр екенсіз дәл қазір уақытта. Және де сіз еркек адамдардан шамалы закрылись, шамалы уже бір не бар да, подвох күтесіз да. Сізге әйтпесе жігіттер қарамайды емес, өте көп қарайды. Қарағанда да сізге басқа да бір нәрселерін көрсетіп, бүйтіп өздерінің ойларын көрсетіп, давай нағылайық, көрейік деген сияқты сізге ұсыныстар көп түседі әрине.
бірақ сіз шамалы өзіңізді алшақтатады екенсіз. Керек емес маған әзірге отношения, мен не істеймін отношенияны деген сияқты. Сізде жақын арада болмаса уже ол нәрсе болды. Иллюзия арқылы может сізді біреу алдағысы келді, или сізді алдайын деп жүр. Сіздің араңызда бір адам сізді адастырып, сізден бір выгода дейді ғой, бір өзіне керегін алғысы келіп жүрген бір адам бар екен жаныңызда. Ол адам еркек адам болуы да мүмкін, болмаса әйел адам болуы да мүмкін. Сондықтан жан-жағыңызға мән беріп қараңыз. Ол адам жайдан жай сізге келген жоқ, сізден бір нәрсе алғысы келеді. Сізді алдап әрине. Предупреждение. Және де ешқашан еш нәрседен қорықпаңыз, алға қарай жылжи беріңіз. Себебі әрқашан да егер де сізді мына кісі алдап жатса, бір жаңағы айтқан кісілер мүмкін сізді алдап жатса, сіз берілмеңіз. Әрине өмірімізде қиыншылықтар біздің көп болады, және болып та жатыр. Сіз мойымаңыз ешқашан да. Өйткені сіз королева жезловсыз. Ол не деген? Өте барлық қиыншылықты төтеп беріп, алдына қойған мақсатына жете алатын әйелдерді айтады. Сондықтан да сіз өте екінші вариант, рахмет айтамын, өте мықты әйелсіз, мықты жансыз. Сол үшін де берілмеңіз ешқашан. Жарайды, рахмет. Үшінші вариант. Ой, бізге кім келді десейші үшінші вариантқа. Өте необычная такая, сексуальная дейді ғой. Мен арасында осылай орысша сөйлеп қоямын, түсінесіздер деген ойдамын. Мен полностью қазақша сөйлей бермеймін. Өйткені маған проще кейде бір қазақша түсіндіре алмай кетем да, сол үшін де проще орысша айтып жеткізгенім. Мына жерде енді өте ашық